болсын. Сонымен қатар мына жаңағы басшыларға және оның орынбасарларына 943 елдің нысаналы мектептерін дамыту республикалық жобасы бойынша жүйелі жұмысты жүргізуді көмек көрсету мақсатында келіп жатырмыз. Енді бізде қамтылып отқан мында аудитория бұл тәрбие жөніндегі орынбасарлары, барлық білім беру ұйымдарының және сынып жетекшілері. Енді біздер бүгінгі жұмысымызды екі бөлімде жүргіземіз. Біріншісі шеберлік алаңы бөлімі деп аталады, екіншісі әдістемелік қолдау бөлімі. Бұл жерлерде өздеріңіздің әріптестеріңіз және өзімізбен бірге республикалық үздік сынып жетекші 2024 республикалық байқауының жеңімпазы әріптесімізді Түпқараған ауданынан қатысқан сізге тәжірибесімен бөлісу үшін алып келген болатын. Жақсы қасиеттерін, табиғи құндылықтарын, өзінің өскен ортасы және мектебі, достары арқылы нәрлендіреді, толықтыратынын біздер білеміз. Жалпы бұл жөнінде қазақ халқы балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп дөп басып айтып кеткен. Яғни осы бір толықтай кішкентай ғана бір ауыз сөздің ішінде қаншама астарлы ойлар жатыр. Сондықтан да өмірдің осынау бір қиын кезеңдерінде жалпы ұл қыздарымыздың сапалы тәрбие мен саналы білім алуына күш салуымыз керек. Осы балаларды тәрбиелеуде отбасының рөлінің маңызды екенін мойындай отырып, біз ата-анамен әрдайым да бірге ынтымақтаса жұмыс жасай білуіміз қажет. Бала тәрбиесінде шыдамдылық танытып, өз балаларымызға неге сонша ашулысың? Ашулы емеспін. Немене дереу ашулысың деп? Маған енді ештеңе керек болмайды. Маған ештеңе де қызық емес. Коллекцияның түкке қажеті жоқ. Мә ал. Мұнан бәрі маған болсын да? Иә, ала бер. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба Қанат? Мынау деген қымбат коллекция ғой. Иә дедім ғой, маған бұл керек емес. О жаққа бұл нәрсенің бәрібір қажеті жоқ. Қай жаққа? Ей балақай, сенің ақылың бар. Түсе ғой. Жақындама деймін. баланың бұндай әрекетіне не түрткі болды деп ойлайсыздар? Енді бұл жерде ата-ананың ешқандай махаббаты жоқ, мейірімі жоқ балаға. Екеуі жұмыс бастылық, қағаз бастылық, қазіргі қоғамдағы жағдай. Қоғамдағы көрініс бұл. Бала, сосын баланы мына жерде, как будто бала, анау сен бар, осы жолы сен барасың, өткен жолы мен бардым жиналысқа деп, баласы үшін ата-ана екеуінің санасуы. Бала өзін сол жерде керексіз сезініп қалды. Жауапкершілік жоқ. Қазір өкінішке орай қазір көп ата-аналар мектеп жиналысы десе қашады ғой, келмейді. Сосын мына жерде мектеп психологына жетекшісі алып барды ғой. Ол жерде де мектеп Ол оқиға болды ма? Жоқ, не істеп жүрдіңіздер? Бұл оқиға жоқ, ана бір психологтың кабинетіне кірді ғой бала. Кірді. Енді ол жерде қанша психологқа апар, баланы қанша жерге апар, менің ойымша жеке пікірім, ата-ананың махаббаты керек сияқты. Мейірім керек. Жанұяда мінеке проект деп әкесі өзінше ақша қуалап кеткен сияқты, меніңше ата-анасы. жақсы. Қосатындар бар ма тағы да мына қатардан? Тағы да қосатындар бар ма? Не түрткі болды? Бар ма? Айта қойшы.
жаңағы психологқа апарғанда баланың көзіне жаңағы күлкі берілді ғой. Мен ойлап едім жақсы жағына өзгеріс таба ма. Бұл жерде енді ол бәрібір мына жерде психологпен жақсы жұмыс жасағанмен үйдегі атмосфера өзгеріс таппай тұр ғой. Иә, Ол бәрібір. екі жерде қақтығыс болып тұрған сияқты сол жерде. Жалпы ал егер отбасы болғанмен енді жақсы әкесі отбасын асырау үшін сол ақша табу үшін жұмысын айтып отыр ғой. Бұл жерде ананың кішкене қателігі жақсы енді күйеуі сол үйді асырау үшін жүр ғой, анасы бара беру керек, ол жерде айқай қылудың үйдегі жалпы тыныштықты көбіне сақтайтын әйел адамға келіп түседі ғой, анаға. Жалпы сол жерде кішкене менде ананың да қателігі болған сияқты. Әкесі қанша дегенмен бар ғой, бәріміздің үйімізде де бала тәрбиесіне көбіне көңіл бөлмейді әкесі. Бірақ біз махаббатқа, ананың махаббатына бөленіп отырса, бұл балада ондай болмайды деп ойлаймын. Отбасының жалпы негізгі ұйытқысы бұл біздер әйелдер, иә, аналар деді ғой, иә, қашанда жылулық, кешірімділік бізден бастау болады. Жақсы, тағы да бар ма? Анасы түсіндіре отырып, өзін махаббатқа бөлей отырып жиналысқа айқай шусыз өзін бара береді. Себебі анасында жұмыс жоқ сияқты, бос сияқты. анасы болса, ол өз-өзінен тамағым бар ғой деп сүйіспеншілікпен байланыс жасап, күшті болып жүре ала ма? Соғыс болып жатса болмайды. Бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Бір-бірімен жоғарыға көтеріле алмайды. Тығыз байланысты. Яғни баланың дамуы да солай. Ата-ана баланың дамуына өте үлкен рөл ойнайтыны міне осындықтан, осы пирамиданы сақтауға әрбір ата-ана міндетті. Алғашқы үшеуін қамти алған отбасыда бала жетістікке жетері сөзсіз. Солай ма? Келісеміз бе? Жақсы. Олай болса, ары қарай, жалпы біздер манадан бері жылы сөз деп жатырмыз. Өзіміздің сөздеріміз көбінесе. Ойлап көрейікші. Мейлі, қандай болса да. Көп айтатын сөздеріңіз. Ақылдым, айтасыздар ма ақылдым? Жақсы. Тағы. Қолдау білдіретін айтамыз да сөздер қазір. Сондай болды, мотивация деген болды ғой. Қазір қайта ашық қой, бәрі жақсы. Иә. Кезімізде ондай сөздер естімеуіміз керек. Сонда да бізде травма болған жоқ, иә? Жоқ. Білмейміз травма деген. Себебі біздер басқа ұрпақпыз ғой. Қазір Z ұрпағы деген бар. Қазіргі балалар соны талап етіп отыр ғой, мысалға, өзіне мотивация бергенді талап етеді, өзіне жылы сөзді талап етеді. Мысалы, біз олай талап етпедік қой, мысалға. Енді соған сәйкес қарым-қатынас бар ма бізде? Иә, сол енді соған сәйкес біз жас ата-аналар сол соған сәйкес ответ беруіміз керек та балаға. Бала кез келген құттай нәрсе жасаса, "То, мама маған дым демедің ғой, мен мынауны көрмедім ғой" деген сияқты бала талап етіп отырады қазіргі бала. Яғни Z ұрпағының бағала, маған қарашы. Яғни олар шамалы эгоистік несі сезімі басымдау. Олар Z ұрпақ, біз альфа ұрпағы. Иә, ұрпақтардың несі басқа. Келесі слайд түсіріп. Мына сөздер бар, иә, бізде күнде көріп жүрген. Айтамыз ба? Бас қолым бос емес. Айтылады ғой арасында. Айтылады, иә. Қараш тағы білдірдің. Дұрыс емес. Айтамыз ба? Айтылады, иә. Жалпы біздің әрбір сөзіміз, бір ауыз сөз не істейді жаңағы өзгертеді ғой, иә. Ал біздің күнде естуі тиіс сөздер, бұл мен сені жақсы көремін. Күнде айту керек бала. Мен саған сенемін. Сенің болғаның қандай жақсы. Бірақ біздер қазақпыз ғой, біз көбіне не балаға сенім арта бермейміз. Кез келген нәрсеге балаға мынаны сеніп бере алмаймыз да, ар жағында өзімізде сенімсіздік болады да. Негізі балаға сену керек сияқты. Сенім білдіру керек сияқты. Сен көрейік бүгіннен бастап. Сен көрейік, иә. Келесі слайд. Өзгерейік, иә. 100 баланы берсе де, мен тек баланың аты. Мысалы, Тұрарбек, мен сені таңдар едім. Яғни баланың есімін өзіне айтсаңыз, қалай әсер етеді, көріңіздер. Балада бір сондай мамасына деген сенім, мақтаныш, бір сондай жақсы қалыптасады. Ары қарай, сәл көмектескенде, біз соның тұттай көмегін кейде елемей қаламыз, иә? Сен болмағанда, мен істер едім деп. Айтамыз ба? Айтамыз. Өте жақсы, айтамыз, өте жақсы. Олай болса, ата-аналар, құрметті әріптестер, бүгінгі біздің осы шеберлік сыныбымыз соңына таяп қалды. Барлығымыздың да балаларымыздың балалық шағы бақытты өтсін. Әрмен аяқтай қояйық. Бірге айтамыз ғой, иә?
бақыт бірдемін бақытты күндерім бақыт іздеп азаптанса кімде-кім бақыт деген сенің бала күндерің бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің бақыттың да басқаның да білмеуің бақытсыз ақ ойнап күлгенің бақыт деген сенің бала күндерің бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің бақыттың да басқасын да білмеуің бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Түпқараған ауданы Ақшұқыр мектеп-лицейінің қазақ тілі әдебиет пәні оқытушысы, республикалық үздік сынып жетекші 2024 байқауының жеңімпазы Жаңабергенова Мейрамгүл Сақидоллақызы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, Қасым Аманжолов айтпақшы, өзге емес, өзім айтам, өз жайымда демекші, өз жайымда қысқаша ғана мәліметті бере кететін болсам сіздерге. Менің есімім Мейрамгүл Жаңабергенова, Ақшұқыр мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Келесі бетті ауыстыра беріңіз. Жалпы мен сіздердің алдарыңызға қазір сынып жетекші ретінде, жалпы сынып жетекшісінің моделі қалай болу керек, сынып жетекшілік бағытта қалай жетістіктерге жету керек, сол жөнінде аз ғана фишкамды ұсынатын боламын. Келесі ауыстыра беріңіз. Енді сынып жетекшілік бағытта азды көпті жетістігіме бөлісетін болсам, мен осы білімді жетілдіру мақсатында бір сәтке тыным таппаған мұғаліммін деп айта аламын. Күні түні осы ізденіс жолында шәкірттерімнің жанында білімнің биігіне, шығармашылықтың шыңына ізденістің нәтижесінде шығып келе жатырмын. Кез келген мұғалімнің сіздердің де алдарыңызға қойған белгілі бір мақсат межелеріңіз болады, иә? Сол сияқты менің де мұғалімдік қызметтегі өзіндік мақсат межем бар. Ол үш ауыз сөзден ғана тұрады деп айта аламын. Ол бірінші ізденіс, екінші тәжірибе, үшінші нәтиже. Менің ілгеріге ұмтылдырған ізденісім үнемі алға жетелеп келеді. Білімді жетілдіру мақсатында бір сәтке тыным таппадым. Таңның атысы, күннің батысы шәкірттеріммен бірге білімнің биігіне, шығармашылықтың шыңына жетіп келемін. Міне, сынып жетекшінің алдындағы тәрбиені даңғыл жол деп есептесек, сол жолдағы нық қадамды мен біртұтас тәрбие бағдарламасы дер едім. Міне, сол нық қадамдарымды, алғашқы қадамдарымды өзімнің нық басып келе жатқан сынып жетекшім деп айта аламын. Біріншіден, осы сынып жетекшілік бағытта ең алғаш рет кімнің болса да тұсауы мектеп жанынан кесілетіндігі түсінікті, иә? Мектеп қабырғасында мектепшілік үздік сынып жетекші байқауына қатыса отырып, топтан дараланып, ауданға жолдама алған болатынмын. Аудандық үздік сынып жетекші байқауына қатысып, одан тағы да жеңімпаз атанып дараланып, облыстық үздік сынып жетекші байқауының бірінші орын иегері атандым. Ендігі менің мақсатым республикаға шыққым келді, облысты бағындырғаннан кейін кез келген мұғалім республикалық байқауларға шыққысы келеді. Осы уақытта былтырғы оқу жылында республикалық педагогикалық идеялар фестивалі деген конкурс бар. Бұл конкурстың екі түрі бар. Біріншісі педагогикалық идеялар фестивалі, екіншісі педагогикалық идеялар панорамасы. Ол панорамасы өрлеудің ұйымдастыратыны. Сол педагогикалық идеялар фестивалі конкурсы неше түрлі пәндік бағытта жұмыстарды қабылдайды. Мен сол пәндік бағытта алғашында тапсырғым келген, бірақ біздің мектепте енді Ақшұқыр мектеп-лицейі бәсекелес мұғалімдер көп. Өзімен үлкен апайларым осы өзімнің қазақ тілі мен әдебиеті пәніне мен қатысайын деп жатырмын, сен маған жолымды бересің бе деген соң, ол апайға жолымды беріп, мен де қатысқым келіп тұр енді. Бірақ сонда да не де болса сынып жетекшілік бағыт бойынша да қатысып көрейінші деп, сол сынып жетекшілік бағыт бойынша жұмысымды, жобамды ұсынған болатынмын. Сол жұмыстан облыстан, ол да аудандық облыстық сатыланып өтеді ғой. Сол жұмыстан облыстан жеңімпаз атанып, облыстан осы 11 мұғалім республикалық педагогикалық идеялар фестивалі конкурсына жол тарттық. Сол конкурсқа 11 мұғалім әр бағыт бойынша жұмысымызды көрсетіп, сынып жетекшілік бағыт бойынша облыстың намысын қорғап барған өзім болатынмын. Сол 11 мұғалімнің ішінен 3 мұғалім жеңімпаз атанып келдік республикалық байқаудың. Сол жеңімпаз атанған мұғалімдердің бірі сіздердің алдарыңызда тұр қазір. Содан соң Маңғыстау облысының жыл сайын педагогтерді қосымша көтермелеу конкурсы бар. Ол да 11 бағыт бойынша өткізіледі. 500 мың теңге десе барлығыңыз білетін шығарсыздар. Жыл сайын, яғни облыс әкімінің 500 мың теңге сыйақы беретін конкурсы бар. Сол конкурсқа бұдан 2 жыл бұрын осы сынып жетекшілік бағыт бойынша жұмысымды салып, сол конкурстан
жеңімпаз атанып, облыс әкімінің 500 мың теңгелік сертификатына ие болып, және Маңғыстау облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін деген төсбелгімен марапатталған болатынмын. Биылғы оқу жылы республикалық үздік сынып жетекшісі деген байқау тұңғыш рет болып тұрған баршаңызда білесіздер. Өткенде өтті, осы қайда, қыркүйек айында ма? Осы үздік сынып жетекші байқау өткен болатын. Сол байқауға облыстан үздік сынып жетекші атанған 3 мұғалімді жіберген болатын. 3 сынып жетекшіні сол байқауға қатысып, облыстың атынан қатысып, 2-ші орын иегері атандым. Енді ол жетістіктерге мен қалай жеттім, менің жолым қалай өтті, кішкене де болса сіздерге сабақ болсын, үлгі болсын, түрткі болайын деген ниетпен алдарыңызға келіп тұрмын. Ендеше назарларыңыз экранда болсын. Келесі слайдты аша қойыңыз. Жалпы менің тақырыбым сынып жұмысын ұйымдастырудың ұлттық модерн методикасы. Кез келген баяндамаға осындай спикер ретінде барсаңыздар, кез келген жарысқа баратын кезде жалпы бір өзгеше тың тақырыпты алсаңыздар, ол сіздердің креативтіліктеріңізді көрсетеді. Ал мен осы ұлттық модерн методиканы қалай сынып жұмысымен байланыстырады деген сіздерде де ой болуы мүмкін. Бұл былай, мен алдымда отырған шәкірттерді, яғни шәкірттердің бойына қазіргі таңда жаһандануға жұтылып кету қаупінде тұрған әлемде алдыңыздағы шәкірттердің бойына ізгілікті, мейірімділікті сол ұлттық құндылық арқылы біз баланың бойына сіңіре білуіміз керек. Осы тұста ұлттық құндылық деген жалпылама ғана атау, ал ұлттық құндылық арқылы оның ішіне кіретін болсақ, ол ұлттық тәрбие, ұлттық мінез, ұлттық дүниетаным деген ұғымдармен таныс боламыз. Сонда біз алдымызда отырған баланы қазіргі мына жаһандануға жұтылып кету қаупінде тұрған әлемде біз алдымызда отырған баланы не істеуіміз керек? Осы ұлттың ұлттық тәрбиесімен, ұлттық мінезімен, ұлттық дүниетанымымен тәрбиелеуіміз керек деген сөз. Аша беріңіз, келесі. Енді қазіргі таңда біз үшін ең өзекті, қазір оқу ағарту министрлігі жанынан да ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығы жұмысын жүргізіп жатыр. Ол не себептен? Ол ата-ана мен мектеп арасындағы қарым-қатынас тығыз берік орнау үшін, ал қарым-қатынас тығыз тұғырлы болатын болса, онда біздің жұмысымыз жанды жүретіні баршамызға белгілі. Енді біздің ата-аналарымыз мектептегі тәрбие оқу үдерісіне екі түрлі жолмен келеді деп өзім алдым. Біріншісі ерікті түрде, ал екіншісі мектептің ықпалымен, Ал біздің ата-аналарымыз қазіргі таңда тек қана мектептің ықпалымен белгілі бір шекарада шықпай қалып отыр, келуі. Біз шақырсақ келеді, ал шақырмасақ өздігінен келетін ата-анамыз некен саяқ жоқтың қасы деп айтсақ болады. Енді ары қарай жүргізе беріңіз. Осы ынтымақтастықты дамыту үшін осы 3 тетік деп алып қарастырдым. Біріншісі тәрбие табалдырығы, екіншісі таным баспалдағы, үшінші тәжірибе алаңы деп алдым. Енді өзім қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі болғандықтан шығармашылыққа жақын келеміз біздер, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдер, осындай атауларды қоюға шебермін деп айтсам бар. Енді тәрбие табалдырығы айданында мен не үйреткім келді балдарға? Тәрбие оқушыға. Тәрбие табалдырығы ол жаңағы тәрбие табалдырықтан басталады. Ұядан не көрсең ұшқанда соны ілейсің дейді атам қазақ. Біз отбасында балаға тәрбиені жаңағы отбасындағы тәрбие мен мектептегі тәрбиені істеуіміз керек. Ұштастыруымыз керек. Баланың мектептегі басты бағдаршамы кім? Ол сынып жетекшісі, баланың басты бағдаршамы. Біз ендеше мектепте сынып жетекші мен ата-ана арасында тығыз қарым-қатынас болса, онда тәрбие жүйелі жолға қойылатындығы түсінікті. Келесі. Тәрбие табалдырығы айдарында сіздер де неше түрлі шара өткізесіздер. Оған сөзім жоқ. Сынып жетекші ол креативті, жаңағы ата-анамен жұмыс жасауға келген кезде шараның сан түрін өткіземіз, біз. Сол шаралардың ішінен мен тәрбие табалдырығы айдарында осы оқушыларға білім беру, оқушы мен ата-ана арасында ынтымақтастықты дамыту барысында семинар сабақтар өткізгенді жақсы көремін. Оның ішінде семинар сабақтарды кез келген мұғалім өткізеді, мен ұрпақтар сабақтастығын қолға алғым келді. Ұрпақтар сабақтастығы дегеніміз біздің аталар өкілі, содан кейінгі жас аға буын, немесе содан кейінгі орта буын, аға буын және біздің жас жеткіншектер, оқушылар буыны. Сол 3 ұрпақтың өкілін ортаға отырғызып қойып, солардың арасындағы сабақтастықты, үндестікті, олардың заманында қандай бол, біздің заманымызда қандай деген әңгімелер айтылады ғой үйде, сол сабақтастықты ұштастырғым келді. Соның нәтижесінде жаңағы семинар сабақтар өткізген болатын. Содан үзінді ғана шағын. Келесі.
сол тәрбие енді таным баспалдағы айдары. Таным баспалдағы айдарында менің жаңағы көксеген мақсатым, міндетім негізі баланың дүние танымын ашу, көкжиегін кеңейту. Осы мақсатта түрлі шараларды ұйымдастырып келдім. Ұлы Абай атамыз айтады, танымның ең тамашасы неде дейді? Танымның ең тамашасы кітапта дейді. Ендеше біз кітап оқыту арқылы баланы жаңағы көркем шығарма оқыту арқылы дүние таным не істеуіміз керек? Кеңейтуіміз керек. Осы тұста америкалық ағартушы Бенджамин Франклиннің мына бір сөзі есіме түсіп тұр. Маған жай ғана айтсаң ұмытып қаламын. Ал маған түсіндірсең, бәлкім есімде сақтармын. Ал маған көзбен көрсетіп қолмен ұстатсаң, онда мен оны ешқашан ұмытпаймын деген екен. Демек біз балаға білім беруде визуалды әдісті қолдануымыз керек деп айтқым келеді сіздерге. Визуалды әдісте отырғанымыз балаға білімді көзбен көрсетіп, қолмен ұстатып беру. Сонда ол баланың санасында мәңгілікке сақталады, жадында. Ендеше осы тұрғыда сіздерге айтар едім, сынып сағаттарыңызды тек қана аядай бір кабинетте емес, ол жаңағы формадан, ол неден шектеуден шығыңыздар, шекарадан шығыңыздар деп айтқым келеді. Себебі сынып сағаттарыңызды түрлі жанды форматта әртүрлі өткізсеңіздер, сіздерге оқушылардың да қызығушылық айтады. Оқушы не істейді ол? Үйдегі жаңа сыныптағы жағдайдың барлығын үйіне айтып барады ғой. Сізге үйде отырған ата-ана баға беріп отырады. Содан соң мына сынып жетекшінің сыныбына баламды ауыстырайын деп едім деген сияқты сізге сұраныс өзімен өзі түседі деп айтқым келеді. Осы тұста мен музейлік сабақтарды жиі өткіземін. Мысалға, Әбіш Кекілбаевтың бір шығармасын оқытатын болсаңыздар, сіз оған оны түсіндіріп қойсаңыз, баланың есінде сақталмайды. Ол қазір айтсаңыз қазір шығып кетеді. Сыныптағы 5-6 баланың есінде ғана сақталады, жады жақсы. Ал оны сіз көзбен көрсету үшін музейге алып барып, Әбіш Кекілбаевтың бәйге торы әңгімесін өтетін болсаңыз, сол бәйге торының өзі Әбіш Кекілбаевтың музейінде тұр. Соны көрсетіп қойып балаға өтсеңіз, ол сізге не жаңағы есте сақтауына 2 есе артықшылық болатын еді. Немесе түрлі экологиялық сабақтарды, экологиялық квест ойындар түрінде далаға шығарып үйретсеңіз, тәжірибелік сабақтар үйретсеңіз, ол сізге өте жақсы жетістік нәтиже алып келеді деп айтқым келеді. Осы тұста енді біз қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болғасын жаңағы оқушы көркем шығарма оқытқымыз келеді, көркем шығарманы меңгерткіміз келеді. Сол жағында мен жаңағы тырысам, сол уақытта жобалар дүниеге әкелдім. Бұл жобамның бірі бір кітап 3 жоба деп айтылады. Бір кітап 3 жоба дегеніміз, мен қазіргі мұғалім заманның түлкі болса тазы болып шығады дейді ғой, тенденцияға ілесіп отыруды мақсат тұтамыз. Біз сол мақсатта мысалға сыныптағы оқушыларға бір кітапты оқыту арқылы, бір шығарманы оқыту арқылы одан мен 3 жұмысты өрбітемін. Ол қарапайым ғана жұмыстар, ол жұмысты сіздер де жұмыс істеп отырсыздар, бірақ соны жоба ретінде ұсынсаңыздар, ол сіздерге бір нәтижесін, жетістігін алып келеді деп айтқым келеді. Мәселен, менің атым Қожа әңгімесін балаға оқытамын. Ол бала сыныптағы 20 баланың оны оқиды да, оны оқымай келеді. Ол белгілі бірінші сынып сағатына бірінші күнде оқып келіңіздер десеңіздер. Ал енді қалған оқушыны қалай оқытасыз? Қалған оқушының қызығушылығын арттыру үшін осы тұста сол оқыған 10 оқушымен мен театр үйірмесінің жұмысын жүргіземін. Яғни жаңағы оқыған 10 оқушыны сахнаға шығарып, менің атым Қожаны сахналатамын. Сол үшін дайындық болады бірнеше мәрте. Дайындықты сабақта жүргізген кезде ана оқымаған оқушылар менің атым Қожаның желісін түсініп алды уже, немесе басқа әңгіменің желісін түсініп алып, ол да қатысқысы келеді сол шараға, неге жаңағы көрініске ойнағысы келеді. Қожаның рөлінде кім болғысы келмейді дейсіз, сол уақытта сіз оны театр жоп, міне сіздің бір жобаңыз туды. Бір кітапты оқытып отырып, бір жобаның жұмысы жүзеге асты. Осылайша сахнада менің атым Қожаны сахналатасыз. Одан кейін Қожа туралы біздің қоғамда 2-3 пікір бар, Біріншісі, менің атым Қожа жақсы бала ма, әлде жаман бала ма деген секілді. Осы пікірді ортаға сауалды тастап жіберіп, оқушыларыңызды, сыныптағы оқушыларыңызды дебат ойын ойнатсаңыз, бұл кезде балалардың қалай дәлел іздеп, қалай естейтін, сіз тек мұғалім бағыт беруші болып тұрсаңыз, ол ары қарай балалар алып кетеді дейсіздер. Міне сіз дебат жобасының жұмысын туғызыңыз. Үшінші жұмыс ол бук трейлер. Трейлер деген білеміз, бәріміз. Кинолардың трейлерін көріп, одан ары қарай қызығамыз ғой. Өзім, мәселен, әлеуметтік желіден түрлі бук трейлерді көріп отырып, осы кітапты ертең оқымасам деп қызық оқимын. Себебі ана бук трейлерді көру арқылы сіздің қызығушылығыңыз артады, қандай кітап екенін желісін біліп аласыз, Сол секілді мен оқушыларға, сынымда оқушыларға үнемі бук трейлер түсіруді тапсырма ретінде беремін. Оқыған кітаптарыңыздың бук трейлерін түсіріңіздер. Бук трейлер 1,5 минуттық, 2 минуттық қана шағын болады. Осы қателеспесем, Өркен білім беру институты бар ғой ата-аналармен. Сол жаңа институтта постоянно үнемі осы бук трейлер байқауы болып өтеді. Соған оқушыларыңызды қатыстырып, бастауыш сынып мұғалімдері үнемі айтып жатады ғой, жаңа бізде байқау жоқ, байқау аз деп. Соған оқушыларыңызды қатыстыру арқылы, соның ішіндегі байқауларға қатыстыру арқылы сіз жетістікті көптеп жинап алуыңызға болады деп айтқым келеді.
сол буктірелердің жұмысын жаңағы ішіндегі өзекті жерлерін алып буктірелерді ұйымдастырып солай үшінші жұмысты шығаруыңыз lazım. Міне бір кітап 3 жоба дегеніміз, бір кітапты оқыту арқылы балаға сіз 3 жобаны сіңіресіз. Сондай-ақ сыныбыңыздағы оқырманда отбасылардың жаңағы қайсы отбасының кітап оқуға бейім екенін анықтау мақсатында мысалға кітап қоры мол отбасы деген сайыс ұйымдастырамын үнемі. Себебі өзім жаңа кітап алып оқитын болғандықтан ата-аналарымнан қай отбасының кітап оқу қоры мол екенін анықтау мақсатында осындай сайыс ұйымдастырып, бейнеролик түрінде жаңағы ата-аналар үйден түсіріп жібереді. Сіз сол бейнероликті бағалау арқылы сол сайысты ұйымдастырсаңыз болады. Сол арқылы сіз не істейсіз? Қай отбасыңыз жақсы кітапқа жақын екенін біліп аласыз ары қарай. Сол кітап қоры мол отбасы дегенді өзімнің тәжірибемде өткен жұмыстарды сіздерге алып келіп отырмын, ұйымдастырған болатын. Оқырман отбасы деген сайысты ұйымдастырған болатын. Оқып көрдіңіз бе деген зияткерлік сайыс. Бұл яғни кез келген шығарманы оқушылар ата-аналармен жұмыс болған кезде кез келген шығарманы беремін де, мысалы қарапайым ғана оқиды ау, олардың балалық шағында оқыған ау деген шығармаларды беріп, мәселен менің атым Қожаны берсеңіздер де ата-аналардың ұмытып қалғандығын байқайсыз өзіңіз. Сол шығарманы беріп отырып, қазір сіздер дәстүрлі білім берумен жаңағы білімді алдыңыздар, ендеше сіздің үйдегі отырған балаларыңыз жаңартылған білім берумен оқып жатыр. Ендеше мына платформалармен қазір сіздердің жаңағы мүмкіндіктеріңізді сынайтын боламын деген сияқты түрлі тапсырмаларды осылай беріп қоятын болып. Беріп жұмысымды жүзеге асырып келе жатырмын. Келесі тәжірибе алаңы. Тәжірибе алаңы дегеніміз нағыз жұмысты көрінетін тұсы ғой, Себебі біз жаңағы жұмысымызды жанды көрсетіп, практикалық тұрғыда жұмысты осы тәжірибе алаңында жұмысты жүргіземіз. Осы тәжірибе алаңында кез келген мектепте жазғы лагерь болатыны белгілі, Менің көптен бергі 2 жылдан бері ойымда жүрген негізгі идея ол осы жаңағы баланың бойына ұлттық құндылықты сіңіргім келеді, ұлттық жаңағы батырлар жырын жаттатқым келеді, мақал мәтелдерді жаттатқым келеді. Қазіргі бала мақал, бұрын 1001 мақал, 101 жұмбақ секілді сайыстар болатын, Қазіргі бала мақал мәтелді де ұмытып қалды. Сол жұмбақтарды айтып, ауылдың 6 ауызын жаттатқым келеді, солай тәрбиені сіңіргім келеді деп өзімнің ойымда жүрген болатын. Сондай-ақ жаңағы осы қалай болады жеке кәсіп ретінде осы ұлттық лагерьді ашсам ауылдың жанынан деп жолдасыма да айтып жүрген болатын. Ұлттық лагерь ашып, ат спортымен балаларды істесе, қаланың балалары Ақшұқырға жақын, олар қаланың ата-аналары соған беруге бейім тұрады, кішкене пайдасы да кәсіптің нәсібі болар деген сияқты сондай оймен жүрген болатынмын. Сол мектеп жанынан осындай бізде жаңағы 2 жыл бұрын лагерь өтеді. Сол лагерьді өздеріңіздің идеяларыңызбен жаңағы жүзеге асырсаңыздар болады деген кезде басшылыққа осы мен ұлттық лагерь мен этнолагерь ұйымдастырғым келеді деген өзімнің пікірімді, ұсынысымды айтқан болатын. Басшылық тарапынан ол ұсыныс пікірім өте жақсы қабылданып, қазіргі таңда Ақшұқыр мектеп-лицейінің жыл сайынғы жазғы лагері осы этнолагерь ретінде ұсынылады. Оның әрқайсысы бір күнінде Маңғыстау телеарнасын шақырып, өлкенің телеарнасын шақырып, тәжірибе ретінде таратып жүргенімізге 3 жылдай болды. Қазіргі таңда республикаға Ақшұқыр мектеп-лицейінің негізгі миссиясы, мектептің миссиясы болады ғой, Сол негізгі миссиясы ұлттық мектептің ұлттық шәкірттерін тәрбиелеу деп миссиямызды қойып, қазіргі таңда осы бағытта жанды жұмыстарды жүргізіп жатырмыз деп айтқым келеді. Бұл жерде, яғни балаға біздің әжелерімізді әкеліп осындай жаңағы өнегелі істерін қолдан келетін бұйымдарын жасату арқылы, мысалы қыз балаларға жүн түтуді үйрету арқылы неше түрлі бар ғой, бұл кез келген мектептеріңізде де бар жанды жұмыс, Сол жұмысты көрсету арқылы нағыз тәжірибе жұмыс көрсетсеңіз, қазіргі балалардың сабақта отырып 6, 7, 8 сыныптың оқушыларынан сұрап көріңіз, киіз үйдің құрамдас бөліктерін айтыңыз десеңіздер, балалар кідіріп қалады, мүдіріп қалады, біздің балалар. Соны міне киіз үйді бір күні біздер далаға тігу арқылы оқ мынау деген секілді жаңағы лагерьдің тәрбиеленушілеріне осы киіз үйді қайтадан жабдықтау тігу мақсатында соның барлығын көрсеткен болатынбыз. Себебі бала көріп тұрады, ал біз оны жаңағы тігет лагерь тәрбиеленушілер. Міне солай ретінде жанды жұмысты көрсетсеңіз, бала мынау оқ екен, мынау шаңырақ екен біліп өсетін болады деп айтқым келеді. Келесі. Енді республикаға ұсынған жобамның ішіндегі бір жақсы тәсілдердің бірі деп сіздерге алып келіп отырмын. Ол көңіл-күй күнделігі әдісі деп айтылады. Ол көңіл-күй күнделігі әдісі дегеніміз сынып жетекші жалпы баланың біз эмоционалдық жағдайын тұрақты қалыпты бақылап тұрушымыз, балаға, сыныптағы оқушыларға қалыпты орта құрушымыз,
психологиялық ахуалды үнемі не істеуіміз керек. Бірінші сыныпқа сабақты бастамас бұрында психологиялық қолайлы орта құрып алуымыз керек, иә. Сол мақсатта осы сыныбымдағы оқушыларға көңіл күй күнделігі деген әдісті жүргізіп келемін. Бұл әдіс, яғни көңіл күй күнделігін таңғы сабаққа келген оқушылардың таңғы көңіл күйін бақылау мақсатында осындай әдісті қолданған болатынмын. Сол кезде оқушылардың тарапынан, яғни түнде мысалға жайсыз жатқан оқушы болса, таңда келген кезде баланың сіз сыныпта сынып жетекшілеп тұрып қарсы алған кезде бала әртүрлі көңіл күймен келе жатады, иә. Соны бақылап тұрғанда енді оқушыларға сол көңіл күй күнделігін таратып беремін. Сол кезде оқушылар өзінің бүгінгі көңіл күйін, сабаққа келгендегі көңіл күйін түгел мүдірмей қағазға түсіретін болады. Бұл көңіл күй күнделігін жүргізу арқылы сіз баланы тіпті шығармашылыққа да жаңағы баулайсыз. Эссе жазуға өзімен өзі төселеді бала ары қарай. Сол көңіл күй күнделігі арқылы мен оқушыларымның ішкі көңіл күйімен маған бетпе-бет айта алмаған эмоциясын, бетпе-бет айта алмаған ішкі сырын айта алмаған қыздарымның көңіл күйін бақылаған болатынмын. Осы көңіл күй күнделігі әдісін жүргізу арасында сыныбымызда 2-3 оқушы ғана шығады. Сол көңіл күйі түсіңкі, неге түсіңкі болғаны үйдегі жағдайдың барлығын ақтарып жатады. Сол кезде сіз сол 2-3 оқушыны, себебі сол 2-3 оқушы сыныпта бір жағдайға ұшыраса кім жауап береді? Сынып жетекші жауап береді. Соны жайлап ескеріп ата-анамен байланысты телефон соғып ата-анамен хабарласасыз, немесе мектепке келіп кетіңіз деп сол жағдайды баяндайсыз. Міне сол кезде мектептегі бір шараға ата-аналар жиналысына келмейтін ата-ана көңіл күй күнделігі арқылы сіз соққан кезде ата-ана 5 минутта мектепке ұшып келетіндігін көрген болатынмын. Міне сол арқылы ата-ана арасындағы сіз тығыз байланысты орнатып аласыз. Ата-анаңыз сізден уже алшақтамайды. Жаңағы қызының, баласының ішкі жағдайын біліп тұрсыз, сіз бәрін құпиясын біліп тұрсыз. Ата-ана сізбен үнемі не істейді? Байланыста отырады. Сондықтан ата-ананы кішкене өзіңізге қарай тартудың бір жолы деп айтқым келеді. Осы әдісті сіздер де қолдансаңыздар болады деп сіздерге алып келіп отырған болатынмын. Келесі. Мәселе бағдарламасын баршамыз да білеміз, иә? Мәселе деген осы Қазақстан телеарнасында Нартай Аралбайұлымен жүргізілетін мәселе бағдарламасы бар. Онда жаңа күн тәртібі деген мәселелерді бір екпіндетіп келіп алып келеді. Мен өзім сол бағдарламаны үнемі көргенді жақсы көремін. Сол бағдарламаны көріп отырып, неге мен сынып жиналысын осы бағдарламаға салып өтпеске деген маған идея келген болатын. Сол ата-аналар жиналысын осы мәселе күн тәртібіндегі мәселені біздер мысалға педкеңесте директорлар өткізеді. Педкеңесте қазір жаңашыл форматта өту керек деп айтып жатыр, иә? Директорлар педкеңесті өткізген кезде күн тәртібіндегі бірінші мәселе мынау, екінші мәселе мынау деп бізге бір сарынды айтып тұрады, иә? Ал маған ол ұнамайды. Себебі маған біз жастар жаңашылдықты іздеп тұрамыз ғой, бір кез келген істен, иә? Сол маған ондай бір сарындылық ұнамайды. Сол үшін мен осы күн тәртібіндегі мәселені аңдатпа арқылы бейнеролик арқылы жаңағы өзекті мәселені көрсете отырып, жаңағы оқушыларыма бейнеролик түсіріп осы ата-аналар жиналысын өткізген болатын. Сол ата-аналар жиналысы өте жоғары деңгейде өткен болатын. Ол ата-аналар жиналысының жаңа өту деңгейі жоғары болғандықтан басшылық тарапынан ұсыныс түсіп, мектептегі ата-аналар жиналысында сол бағытта өтіп көрдік. Бұл тәжірибеде жаңағы өзінің нәтижесін берген жұмыс болғандықтан сіздерге алып келіп отырмын. Сол секілді сіздер де ата-ананы мектепке шақырып алып, сыныбыңыздағы ата-ананы шақырып алып, бір сарынды жиналыс өтсеңіз, бірілеген ата-ана екінші рет оған келгісі келмейді. Сондықтан жиналысты да түрлендіріп өту ол сіздің шеберліктеріңізге байланысты. Ата-ананы өзіңізге жақын тұтып отыру ол сынып жетекшінің шеберлігіне байланысты деп айтқым келеді. Осы тұста сынып жетекші біз мықты ұйымдастырушы, креативті жаңағы идеяларды туғызушы болуымыз керек деп айтқым келеді. Келесі. Әкелер слетін сіздерге өзіміздің мектебімізде өткен әкелер слетінен үзік ретінде алып келіп отырмын. Мысалға, мәселен кез келген мектепте әкелермен жұмыс жанды жүреді, даналық мектебінің жұмысының бірі әкелердің жұмысы, иә. Ендеше әкелер слетін өту кезінде сіздерге ұсыныс ретінде айтқым келеді. Тек қана мектептегі ұл бала мен әке арасындағы қарым-қатынасты көрсету арқылы сіздер тек ұл мен әке арасындағы шеберлік сағаттарын, мысалға әкелер слетін өту кезінде, әкелер ішке кірген кезде ұлдардың жаңағы түрлі құмыра жасау, түрлі жаңағы еңбекке баулу бұйымдарын жасаған кезде робот техниканың жұмыстарын ұлдар жасайды ғой, иә? Соларды жасап көрсетіп жатқан кезде, көрсетіп жаңағы ұлдарының жұмысын көрсету арқылы сіздер әке мен ұл арасындағы қарым-қатынасты көрсетіп, содан соң жаңағы мектеп сахнасына жаңағы шараны ұйымдастыратын кезде ешқандай қыз баланы, ешқандай қыз мұғалімді қатыстырмай, тек әке мен ер мұғалімдер мен ұлдарының арасындағы қарым-қатынасты көрсетсеңіз, бұны тіпті кез келген ана жерге келіп отырған әке сүйсініп көреді деп айтқым келеді, кез келген басшы да сүйсініп көреді. Сондықтан әкелер слетін осылай өтсеңіздер де болады деп сізге үлгі ретінде алып келіп отырған жайым бар. Келесі. Биылғы оқу жылынан бастап жалпы білеміз, өнегелі 15 минут айдары іске қосылғандығын. Осы жерде сынып жетекшілер отырсыздар. Ендеше өнегелі 15 минутты сіз қалай өтіп жатырсыз? Маған қызық болып тұр. Сұрағыма жауап берсеңіздер, сынып жетекшілер.
мен былай өттім. 42 айынан бастап 12-15 минут жобасы іске қосылды, айдағы жоба емес. Сол 12-15 минутты қалай өттіңіз? Бір-екі сынып жетекші өз тәжірибесімен келіп айтса, мен барайын не болмаса. Жұмыстарыңызды көргім келеді, сынып жетекшілер. Белсенді боламыз. Бірінші рет естіп отырмын деген бір дауыс естіп қалдым. Мереке өткіздің ғой, айтсайшы. Мереке айтсайшы, өткіздің ғой. Сынып жетекшілер, қысылмаймыз, еркін формасы. Ойнау, әртүрлі мақал-мәтелдер сайысы, сосын шахмат ойнау, немесе жаңағы бір кішкентай шығармаларды ертегілер балаларға таратып беріп, сол туралы өздерінің түсінгендерімен ой бөлісу, солай өткіземіз. Кім қандай тамаша. Өткен айда, қай айда болуы мүмкін? Бір тұтас тәрбие бағдарламасын түсіндіріп, бір топ жұмысшы тобы келіп кетті, Бейнеуге дегенді ғой. Қыркүйектің басында, ішінде бар ма? Жалпы сынып жетекшілер неге тұрып айтып жатқанда, 12-15 минут жобасы барлық, жаңа күй күмбірлі барлық жоба біздің сынып жетекшілерге таныс білем. Енді қазір сіздерден естеп тұрмай отырған шығар. Жалпы 12-15 минутты біздерде деген ұйымдастырып жатыр сынып жетекшілер. Мысалға бір сыныптың жетекшісі үйінде атасы да қазына қарияда дейді, атасын шақырып, сыныбында сол атасына оқушылар сұрақтар қойып, соны видеоға түсіріп берді. Енді бір сыныптарда мысалға үйіне тапсырма беріп жіберген. Бүгін сен мысалға ата әжеңмен өзара сұхбат жүргізіп, соны видеоға түсіріп әкел депті. Әртүрлі әдісте жасалып жатыр 12-15 минут жобасы. Әр мектептің. Себебі 12-15 минуттың жаңа бір жерде сынып жетекші айтты, сыныптың оқушыларымен өтем деп. Әдістемелік нұсқаулықта біртұтас тәрбие бағдарламасын ашып қарасаңыздар, 12-лі минустарымыз айтып, бір басымызға шүкір жетіп артады. Адам болғаннан кейін пенде болғасын, жұмыс бар жерде бір реттерде ол қателікте болады. Барлығын ескере отырып, бірақ тағы да қайталап айтамын өз сөзімді, адамнан мін термей, біреуге сын айтпас бұрын өзіңе қарап ал, қара дақты көрмей, ақты көре білсек, содан кейін өзіміздің әріптесімізге, мысалға біреу үздік педагогқа немесе тағы да бір республикалық деңгейде, облыстық деңгейде байқауға қатысатын болса, соны қолдап демеп жіберсек, сіздің атыңыз шықпауы мүмкін, Алинаның аты шығуы мүмкін, бірақтан да Алина келгеннен кейін сізге алғысын жаудырса, түгенше саған рахмет, түгенше саған, сен мына жерде маған қолдау білдірдің, сен мына жерінде мені қолдау білдірдің десе,